Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен тартылған ет толтырылған бұрыш дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымыздағы тартылған еттің үстіне ұсақтап туралған жуаны және жуылған күрішті қосып, тұз, бұрыш сеуіп, жақсылап араластырамыз. Бір дана жұмыртқаны қоссақ болады. Тәтті бұрыштарымызды осылай алдын ала дайындап аламыз. Бұрыштардың ішін тартылған етпен толтырамыз. Картоп, жуа, сәбіз, томат пастасын алдын ала дайындап аламыз. Бірінші жуаны сары түске дейін, кейіннен сәбізбен бірге қуырып аламыз. Томат пастасының үстіне аздаған су қосып 1-2 минут қуырамыз. Қайнаған суды үстіне құйып, тартылған еттен жасалған бұрыштарымызды үстіне сала береміз. 5 минут бұқтырып, кейіннен картопты үстіне салып 20-15 минут пісіріп аламыз. Тамағымыз дайын, барлықтарыңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.